Мынау Кентаудан Түркістанға қарай шығатын жол. Қазіргі таңда біз Кентаудың кіреберісіндегі блокпостта тұрмыз. 20 сәуір, дүйсенбі жұмыс күні. Карантин режимін Кентау халқы қалай сақтап жатқанын бірге көрейік. 18 сәуір түнгі сағат 12-ден бастап Түркістан облысы аумағында карантин режимі енгізілді. Қаулыға сәйкес көрші аймақтар мен шекарадағы санитарлық блок бекеттер жұмысы күшейтілді. Тұрғындарға қала аралық, аудан аралық және елді мекендер арасында қатынауға шектеу қойылды. Елді мекен ішіндегі қоғамдық көліктер мен жеке тасымал қызметінің жұмысы тоқтатылды. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтылығы үшін қоғамдық орындар мен демалыс орындары, саябақтар жабылды. Азық-түлік және киім-кешек базарлары, тұрмыстық заттар сататын базарлар жұмыс тоқтатылды. Сондай-ақ балалардың көп қабатты үйлердің аулаларында ойнауға тыйым салынды. Тұрғылықты жерде отбасылық мерекелер, туған күн, той жиын өткізуге шектеу қойылды. 3 адамнан артық топтың көшеде және қоғамдық орындарда жиналуына тыйым салынды. Жасы 65 жастан асқан азаматтар үйден шықпай, оқшаулануы тиіс. Тұрғындарға тек қажетті азық-түлік, дәрі-дәрмек алуға, үйге жақын жердегі дүкендер мен дәріханаларға баруына рұқсат. Қаулыны облыстың бас санитар дәрігері Нұрбек Нышанов бекітті. Онлайн түрде тіркелдіңіз ғой да? Онлайн түрде тіркелдіңіз ғой. Енді көріп тұрғаныңыздай карантин кезінде біз осы Кентау қаласы мен Түркістан қаласынан келген адамдарды жаңағы справкасымен болғандарды кіргіземіз или шығарамыз. Справка жоқ болса шықпайды. Түнде жағдай аяқталғанға дейін қала халқы осындай карантин жағдайын нақты сақтайтын болса, ешқандай қауіп төнбейтін болады. Үйде болыңыздар.